Сәлем достар, сіздермен біргеміз итог арнасы. Мен көп жоғалып кеттім, білесіздер. Мен сіздерге өз жаңалығымда айтып кетейін, оны описаниеден толық оқи аласыздар. Мен описаниеге жазатын боламын. Короче, бүгін тақырып, бізде видеоның тақырыбы мектеп деген махаббаттың 3-ші бөлімі болатын болады. Арнама тіркелуді және достарыңызбен бөлісіп, лайкты аямай басуды, пікір қалдыруды ұмытпаймыз достарым. Ал енді біз точно сериалымызды бастайтын боламыз. Жердегі не? Вау! Қандай деймін косметикалар. Анашым заказ берген ғой деймін. Анашыма көп рахмет. Әдемі екен. Ашып көрейінші. Так, ашып көрейін мен. Қандай күшті әдемі посылкалар. Так, бүгін осы косметикалармен мектепке боянып баратын болдым. Әдемі косметика екен. Қазір марды жайғастырайын мен. Бірінші киімімді ауыстырып алайын. Сосын жайғастырам. Так. Бүгін бір басқа бір киім киіп барым келіп отыр. Так. Мынау киімім өте жарасып отыр. Сондықтан осы киімімді киіп бара саламын. Так. Болдым. Енді мен мұны косметикаларымды жайғастырайын. Осындай әдемі крем екен. Бұл нейді? Бұл қолға арналған крем, немесе бетке арналған крем. Так, бізде тени, сосын жерде пудрама бір нәрсе ғой деймін. Жарайды. Мынау бізде спрей, яғни духи ғой. Мынау менде тара, розовый әдемі екен. Мынау бізде спонж. И мына жерде бір әдемі не екен. Маған онсыз да көп не керек емес қой. Не татты құрғыр псичкалар. Бағансың. Не болдыға мен тым түсінбедім. Қазір мен неге барамын? Мен жұмыс іздеуге барам. Не? Қайдағы жұмыс? Сіз мектеп оқушысы. Мектеп оқушысыз ғой. Қалай жұмыс жасайсыз? Мен мектеп оқушысы болсам да мен 9-ші сынып оқимын. Сосын қазірден бастап маған жұмыс жасауға болады. Сол себептен, қысқасы, жолымды алмай былай тұршы. Мақұл, онда мен кеттім, таңғы ас жасай берейін. Сөйтпейсің бе бағадан бері отырмай езіліп? Сен тамақ жасап қойғансың ба? Кеш таңғы асымызды. Қазір енді мен сабағыма барамын. Ал ағам жұмыс іздеймін дейді. Ағаңда жұмыс істеген дұрыс қой. Ол 9-ші сынып оқымай ма? 2 жылдан кейін мектеп бітіреді дегендей. Тапсырмап тұрмын ше. Бүгін енді әкем біз жұмысқа кетеміз. Айтпақшы, посылка келді ма? Посылка келу керек болған. Негізі сенің косметикаларың каспийден заказ бере салғам. Анашым келді. Енді іше беріңіздер. Ой, рахмет қызым. Тамағың өте дәмді секілді. Қане жейік тамағымызды. Дәмі күшті екен. Дәмі қандай күшті. Маған ұнап қалды. Бір кішкенеңді киіп қалған. Сіздерге ұнаса болды. Қане мен жеп көрейінші. Шынымен де өте ерекше болып та. Рахмет қызым. Өркенің өссін. Так, жарайды. Бір қызмет шалу керек еді. Қызыма істетпей бүкіл шаруаны. Өзі үлгермей қалмасын. Бізге тамақ істеп жинап. Өз қалаларыңыз
қызметті жолдайсыздар ма, оған менің қатысым жоқ деп ойлаймын. Өзара шеше беріңіздер. Жарайды, мен мектебіме кешігіп барам. Кешігіп барамда, сондықтан шыға берейін. 15 минут қалып, сабақ басталуына мен кеттім. Сау болыңыздар. Сау бола қос қызым. Сау бол. Жолың болсын. Шынымен де тамағың дәмді болыпты. Рахмет, мен кеттім. Сәлем. Кәусар, қалайсың? Жақсы өзің. Жүр, сабаққа бірге барайық. Я, кеттік. Мен саған келгем ғой, сол сенің үйіңе. Я, кеттік. Сәлем, Кәусар, қалайсың? Жақсы. Айта бер, не болды? Ой, Кәусар, мен кете берейін, я? Сыныпқа бара берейін. Екеулеріңді оңаша қалдырайын жүре ма? Тоқтасаңшы. Жоқ, қалдыра берейсіңдерді оңаша. Жарайды, кетті мен ендеше. Сен келесің ғой менің артымнан. Мен саған кеше айттым ғой. Мен сені жақсы көрем деп. Енді қарап тірекші деп едім ғой. Соған не дейсің ба, жоқ дейсің ба? Соны сарайын дегенмін. Не айтарыңды білмеймін. Ұзақ ойланатын секілдімін. Может быть, мен бір аптада ойланып көремін, келесі апта айтармын. Себебі ағам көріп қояма деп қорқамын. Сені жақсы қойды, жүргенімді әмбесіне қаламады. Білмесемен жүретінімді только ағам ғана біледі. Сондықтан ағам ғана ұрсып жүр. Ата-анам білмейді. Ата-анамның ойын мен білмеймін. Ата-анамның ойын мен тыңдауым керек. Және кеңесін айтады, ақылын айтады. Ақылын, ойын тыңдағаннан кейін бір шешімге келіп, мен саған айтатын боламын. Жарайды. Онда күтемін сен үшін. Жарайды, мен сурет салу үйірмесіне баруым керек. Сау бол. Сау бол. Жарайды, онда мен сыныпқа кірейін. Тағы да сау бол. Жақсы, мен кеттім. Күліп, түсіндіріп айтшы. Жүр. Мен саған айтамын. Жарайды. Айта бер. Не болып қалды? Сонша күліп, қарқылдап күлдің ғой, сонша тегі. Ой, мен ана кімді айтып отырмын? Кімет атыды, ана Кәусар бар еді ғой. Иә. Айта бер. Кәусар, жаңадан келі екеміз дос санайтын деп едің? Жоқ. Айтшы, енді қызықтырып жібердің ғой. Сонша. Ой, Дамир мен Кәусар жүреді екен. Пара. Қумаш кішкене. Пара емес па ғой олар? Өз айтты ма Кәусар? Өтірік суға бересің өзің шілей. Жоқ, және ана Дамир Кәусар шақырып алды. Сөйлесіп атты. Екеуі бірге. Қош. Мүмкін араларында ешнәрсе жоқ шығар. Сен білмей жатып ешнәрсе демесей. Өзі айтады бір күні. Араларына от салып жүрмек екеуміз. Осы аралар бұзылып, ұрсесі бермейді Кәусардан. Жарайды. Бірақ досымыз ғой. Бақытты болсын. Иә, дұрыс айтасың. Кеттік ендеше Кәусарға барып, үшеуміз асханаға барайық. Иә, кеттік ендеше. Неғып тұрмыз? Сен айтпайсың ба?